Жекешелендіру науқаны аясында мемлекетке тиесілі 65 ірі компания бәсекелестік ортаға беріледі. Олар Самұрық-Қазына, Бәйтерек және Қазагро құрамындағы ұйымдар. Жекеменшікке нақты қандай компаниялардың берілетіні де мәлім. IPO бойынша, яғни акцияларды қор нарығына ашық аукциондар арқылы орналастыру негізінде Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Қазатомпром, Самұрық-Энерго, Тауген Самұрық, Қазпошта мен Эйр Астанасында алып құрылымдар мемлекет иелігінен кетеді. Сондай-ақ ұлттық ғылыми медициналық орталық, Қазақстан ғарыш сапары, Қазгеология, Қазавтожол, Қорғас халықаралық орталығы және Астана әуежайы секілді түрлі мемлекеттік органдардың меншігіндегі компанияларда бәсекелестік ортаға шығарылады. Осыған байланысты елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлт жоспары қазақстандық арманға бастайтын жол атты мақаласында жекешелендірудің кешенді жоспары әзірленгендігін жазады. Мемлекеттік меншікті жекешелендіру мен квазимемлекеттік сектор активтерін беру отандық кәсіпкерлікті, жеке бизнесті одан әрі нығайту мен дамыту үшін жүргізіліп отыр. Жекешелендірудің кешенді жоспарын жүзеге асыру шағын және орта бизнесті дамытуға жаңа серпін береді делінген президент мақаласында.